Абайдың адамның кейбір кездері өлеңі өнердің сиқырлы жаратылысы жайлы толғам. Ол сөз өнерін терең зерттей айтқан ақын. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Біреудің кісі өлсе қаралы ол сияқты бір қатар өлеңдерінде ақын өнер құдіретін зерделейді. Қазаққа өлең деген бір қадірсіз деп, өлеңді ермек деп қана түсінгендерге наразылық білдіреді. Өлең жылтыр сөзбен ғана шырайлы болмайтынын, әділет пен шынайылықты жеріне жеткізе айтқанда, құнарлы ой, сырты алтын, іші күміс, сөз жақсысына айналғанда ғана ел көкейіне қонатынын түсіндіреді. Ол адамның кейбір кездері өлеңін шабытының шырқау кезі 1886 жылдары жазған. Көркемсөз табиғатын түйсінген ақын шығармашылық тұлғаның бірнеше қасиетін бағалайды. Ақынның ар таразысы әділет пен ақылы. Ақын қоғам ісіне көкірек көзімен қарап, халықтың арман тілегін, мұң-зарын жеткізе алуы керек. Ақын заман абызы сияқты арғы бергіні болжау, дөп түсіп айту, тек ақындық шабытқан емес, әділет пен ақыл жемісі. Ақынға жүректің кәусар тазалығы да қажет, рухтың алмас қылыштай өткірлігі де қажет деген ой түйеді. Ақын өлеңнің туу сәтін бойдан өткізіп, түйсіндіре сипаттай отырып, ақындықты Тәңірінің берген кемел өнер деп таниды.